Қайырлы күн, қымбатты балалар. Сендерді өзін-өзі тану сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз әсемдік әлемінде деп аталатын жаңа тарауды бастаймыз. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған табиғат деп аталады. Балалар, сендер сабақ барысында туған табиғат ұғымын түсіне отырып, қоршаған ортаның сұлулығы алдындағы өз жауапкершіліктерің туралы білетін боласыңдар. Ал енді балалар, тақырып бойынша түсінігімізді кеңейте түсу үшін бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзімен танысып алайық. Назарларыңды экранға аударыңдар. Табиғат әсемдік айнасы. Мақал. Балалар, енді дәйек сөзді барлығымыз бірге дауыстап оқиық. Табиғат әсемдік айнасы. Жарайсыңдар. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Не себепті табиғатты әсемдік айнасы дейміз? Өзің табиғатты неге теңередің? Балалар, өз ойларыңды еркін жеткізе білдіңдер деген сенімдемін. Сонымен табиғатқа деген сүйіспеншіліктің маңызын түсінген боларсыңдар. Ал енді тақырыбымызды одан әрі аша түсу үшін Әкім Ысқақтың табиғат деген не әңгімесін бірге оқиық. Табиғат деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Табиғат дегеніміз телегей теңіз су, деді бақа. Табиғат дегеніміз не? Деп сұрады аюдың қонжығы. Мен талай жерде болғанмын, мен де білемін, ол орман, деді енесі. Табиғат деген не? Деп сұрады бота енесінен. Ол көп құм, тікенек шөп. Талай жерде болғанмын, мен де білемін. Табиғат деген не? Деп сұрады тоқылдақ қарлығаштан. Әрине, таза ауа, ашық аспан, дәнді дақылдар. Ұсақ жәндіктер де бір-бірімен табиғат деген не деп таласып үлгерді. Жер, жер деп жар салды бөкен. Әрине, бәріміздің асыраушымыз, анамыз жер ана. Табиғат ана десті барлығы бір дауыспен. Балалар, әңгіме сендерге ұнады ма? Ендеше әңгіме бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жан-жануарлар неліктен өз мекендерін мақтады? Олардың бәрін біріктірген не? Ал адамдарды не біріктіреді? Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан орта. Барлық тіршілікке ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті, дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілетіні анық. Сондықтан табиғаттың әсемдігін сақтау үшін оны барынша аялауымыз керек. Ал енді шығармашылық жұмыс жасауға кезек берейік. Шығармашылық тапсырмалар өздерің сабақтан алған білімдеріңді жүзеге асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Бірінші тапсырма. Өздерің туып өскен табиғаттың суретін салыңдар. Екінші тапсырма. Төменде берілген тапсырманың кілтін пайдаланып, әріптерді орындарына дұрыс қойсаңдар, табиғат туралы нақыл сөзді оқи аласыңдар. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер туған табиғат тақырыбы бойынша жаңа мәліметтер алдыңдар.
Табиғат адамзаттың анасы. Дүние есігін ашқан сәбиге бар сыйын тосатын ана сынды, табиғат та адам баласына бар болмысын беріп, береке сыйлайды. Ырысымен бөліседі. Анамызға қалай қамқорлық жасасақ, табиғат анаға да солай қамқорлық жасауымыз керек екендігін ұмытпайық. Балалар, сабағымызды көңілді күймен аяқтау үшін әсем әнді бірге шырқайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңдар.